Beste moment. Честно. Что-то. Канада кафе. А вот. Мінекей гол болуға жақын. Гол болуға жақын қалды. Мінекей Монтайтас ауылының құрметті көрермендері. Бүгінгі финал өте жоғарғы өтеді деп ойлаймыз енді. Бұл командалар бір группадан шыққан командалар. Группада да ойнап, бұлардың группадағы ойындары 2005-тердің жеңісімен аяқталған еді. Және де бұлар енді финалда кездесіп отыр. Бүгінгі финалды болжау өте қиын болып тұр. Себебі екі жақта да осал емес мықты командалар. Мінекей 98-дердің шабуылы және удар түзу емес. Бұл жерде Мұхаммед өте сәтті ойнады және ойын алаңнан доп шығып кеткен жайы бар. Және бұл жерде Дәурен доппен Кәнеки. Және де Мәжит және де Ғалымжан деген академияның ойыншысы, Атамекен мектебінің түлегі, өте сапалы ойнаған, бірақ топ түзу ұшпады. Бұл жерде прессинг, 98 командасынан прессинг жасалып жатыр. Және де олар допты алды.
момент, бірақ төрешінің ысқырығы шалынды бұл жерде. Бұл жерде рука болды ма? Ысқырық шалынған жоқ. Ойынның үстінде. Өте қауіпті сәт, бірақ угловой ойын болды. Және де угловойдан сәт. Ғалымжан бұл жерде допты алып шықты. Контратакасы 2-5 командасының. Және де пас дұрыс емес, қайта өзіне келді, бірақ топ сәл қиыс ұшты. Бұны түзетеккенде мүмкін гол болар ма еді? Құрметті ағайындар. Мінекей 98 командасы доппен допты алу үстінде, және шабуылы Асылжан бұл жерде кіріп атыр, Дәуренде доп, және бұл жерде Мұхамбет допты алаң сыртына шығарып жіберді. Ау? Жоқ, қазір алдым мен. Әшін сүр. 2-5 командасы ойынға, және де бірге бір сәт. Бұл жерде гол! Гол! Мәжіктің пайдасына бір гол, және де бұл финалдың қорытындысына әсер етуі әбден мүмкін. Топ Дәуренде және Навес. Бұл жерде доп 2-5 командасында қалды. Навес ішке, және де өте қауіпті сәт, бірақ қисып кетті. Мади допты алаңнан қосады, және де доп алаңда 2-5 алды. Дәурен Асылжан допты алды, және қауіпті сәт, гол емес, сәл ғана қисып кетті. Өте қауіпті соққы. Öyle olsanız. Есеп бірден өл. 1 минут дем аламыз, жігіттер. Перерыв өшіре салайын ба? Мінекей екінші тайм басталды. 2-5 командасы және қауіпті соққы. Бұл жерде Мадидің шеберлігін аса айтып өтуімізге болады. Және доп алаңда қауіпті, және де 98 контратакаға шықты, және Асылжан допты алу үстінде, бірақ бұл жерде асығыс шешім қабылдап қойды, және Дәуреннің соққысы, бірақ сәл қатеға етіп қалды. Және де Мәжік доп жақсалды. Мадидің керемет сейві, достар. Бұл жерде өте қауіпті. Ескерту төреші жасады. Және доп айып соққысы. Өте қауіпті сәт, және қисық. Бұл жарыс негізінен өзгеше, себебі бұл финалға ең мықты фавориттер финалға шыға алмай қалды. Атап өтетін болсақ, 92 командасын айтуға болады, мектеп командасын айтуға болады, құрметті достар. Бүгінгі күн олар үшін өте сәтсіз болды, бірақ алайда келесі жарыста олардың сәтті ойындарын көреміз деген үміттеміз. Және де қауіпті сәт, бірге бір, бірақ Мади тосты. Тағы да тосты. Кәне.
Топ Асылжан алды, қайтып өзіне, бірақ алаң жиегіне шығып кетті. Өте қауіпті сәт болды. Өте бұл жерде Мадидің ерлігін айтып өткен жөн. Бірінші Адворот Мади ойынға қосты. Нұрлан Асылжанға, және де бұл жерде Нұрланның қателігі. Мұхаммед топты ойынға қоспақшы. Алаң жиегінен. Жажа менкеміз. Топ Асылжанда және не істейді екен? Бірге бір Мұхтарханмен және алдап өтті. Келесін тағы алдады, соққы және де міне өте қауіпті соққыны Ерсұлтан деген 25 командасының варатары алып шықты. Және де Мұхаммедтің соққысы створ, бірақ қате. Оны Мади әдемі сейвімен көзге түсті. Мына жерде алаң жиегінен асырылған доп, бірақ түзу көтерілмеді. Міне алда өтті және соққы бола ма, бірақ бұл жерде Берекенің ерлігін атып өтуге болады. Және де 25-тің контратакасы Мұхтархан. Мұхтархан не істейді? Мұхтархан қорғаушының ерлігі. Міне варатардың қателігі және удар, бірақ қате. Мұхаммед бұл жерде доп 25 командасында. Топты алаңға қосады. Топ 25 командасында және де бұл жерде қателік. Не істейді? Қайтадан өздеріне алды. Удар және қақпа бағанасына тиді, дос. Өте әдемі финалдың куәсі болып отырмыз, міне достар. Соққы, бірақ алаңнан өте қиыс. Мінекей, және де не істейді, бірақ бұл жерде футболшының өрескел қателігі. Міне вратардың сейфі. Бұл жерде Мади өте керемет матч өткізуде, бірақ результат олардың жағында емес. Әзірше деп айтсақ та дұрыс болатын шығар, себебі 98 құрамасы өте сәтті ойын өткізуде және де пастарда жақсы. Бұл жерде не істейді екен? Не істейді? Топты алды, бірақ бұл жерде защитник топты шығарып үлгерді.
Nurlan Asılcan допты алды. Артпен ойнауды шешті. Бұл жерде қорғаушылар бір-біріне алданып қалды, бірақ вратар олардың қателігін түзеп үлгерді. Және де контратака бұл жерде не істейді? Допты айбалаңына шығарып жіберді. Доп 98 командасында допты алды защитниктер. Вратардың қорғаушылардың қателігі. Нақтырақ айтсақ. Және бұл жерден не істейді? Қорғаушылар паспен ойнауды шешті. Топ айбалаңынан шықты. Бұл жерде өте асығыстық. Бірақ бұл жерде штраф болмайды. Және де 98 удар жасай ма, бірақ бұл жерде қорғаушы өте сауатты ойнады. Және тағы да өте қауіпті сәт. Міне Айдос, бірақ пасы сәл ғана қисық кетті. Өте сәтсіздік. 25 командасы допты ойынға қосты. Міне 98-дер шабуылды тоқтатпайды. Және удар жасай ма, не істейді бұл жерде? Бірақ артқа бір тартып алуды шешті. Және бұл жерде не істейді? Удар тым қисық. Бұл жерде защитниктің қолына доп тиіп кеткенін көріп отырмыз. Өте қауіпті сәт, бірақ қақпа бағанасына тиіп 98 командасының бақытына орай бұл соққы гол болмады. Және де өздері қарымта шабуылға шықты. Және де асырды. Бұл жерде Айдостың қателігі. Допты кішкене ғана дұрыс қабылдай алмады. Және де 98-дер. Міне әлі доп алаңда. Және не істейді? Және пас. Гол! Голдың авторы Айдос өте әдемі гол соқты. Міне қандай гол. Міне әдемі голдың куәсі болдық. Мінекей. Міне нағыз финал деп осын айт. Соңғы минутта гол соғып кетті. Мінекей Айдос. Және де мына еңбегі бағаланбаса енді өте қиын негізі. Пенальти сериясынан ұтуы керек болады. Міне нағыз финал, өте керемет ойынның куәсі болып отырмыз. Пенальти сериясына көз жүгіртеміз қазір. Төреші түсіндіріп жатыр ережесін. Және де пенальти сериясына куә боламыз қазір бәріміз. Мінекей төрешілердің шешімімен экстра таймға ұласты бұл финал. Және соққы өте қауіпті, бірақ алаң бағанасына шығып кетті. Және өте қауіпті. Бұл жерде эмоция таусылып қалғандай. Өте керемет финалдың куәсі болып отырмыз. Мінекей соққы және де бағанаға тиіп қалды. Және өте қауіпті сәт. Бұл жерде 2005 командасы өте қауіпті ойнау үстінде. Қарсылас команданы
қатты қысып жатыр бұл жерде. Топ алаң қарсыластың айбаласынан және де мінекей Мади ойынға топты қосты және Айдоста доп. Айдос қарсыластың айбалаңына және де бұл жерде қауіпті сәт болды. Мінекей құрметті көрермендер. Міне топты алаңға Айдос қосады. Айдос және де айбалаңға асырды және де қауіпті, бұл жерде қауіпті, өте қауіпті болды, бірақ кішкене ғана дәлдік жетіспеді деп айтуға болады. Бұл жерде доп қайтадан Асылжанға түсті және де 1-1 бұл жерде. Доп қақпа бағынасына тиіп қалды, өте қауіпті болды және де Асылжан допты бұрыштамадан қосатын болады. Бұл жерден голды көп көрмесек те өте қызықты моменттерді, өте қауіпті моменттерді көріп жатырмыз. Бұл футболшылардың шеберлігі деп айтуымызға болады. Және де доп айбалаңына Дәурен допты алды және де оны защитник жібермеді. Бұрыштама 98 командасының орындалуында ойынға кіріп жатыр және де гол! Гол! Бұл жерде автогол кіріп кеткен секілді. Бұл жер өте әдемі гол кірді. Мұхаммед топты алаңға қосты ортадан және де топ 2-5-терде әлі Мадидің шеберлігі. Мінекей Асылжан қайтадан допты алды. Бұл жерде не істейді? Қайтадан алып қойды ма? Жоқ депті, бірақ бұрыштама 2-5 командасының пайдасына. Мінекей және де қауіп сәт, бірақ кішкене ғана қисық кетті. Айдос топты ойынға қосады. Мінекей доп Дәуренде баспен соққы, бірақтан қисық кетті. Міне топ алаңның ортасында Асылжан топты алды, оның шеберлігі, бірақ кішкене доп қисық кетті. Асылжан өте бұл жерде 2-5 командасының қорғаушысының жарақат алып қалған секілді. Бұл жерде алғашқы көмекті алып жатыр Ғалымжан есімді қорғаушы. Және де ойынға қосылатын секілді. Жарақаттым ауыр емес секілді. Финалда әрине ойынды жіберіп алу бұл өте қиын сәт негізінде. Өте маңызды ойыншы болған секілді. Мінекей допты алды және де қарсылас команданың прессингі. Бұл жерде Мұхаммед не істеді деген алда өтті, бірақ екіншісінен өте алмай қалды. Бұл жерде 98 командасы енді қорғаныс стилінде ойнайтын секілді. Себебі матчтың шоты бойынша олар басымдыққа ие болып тұр. Мінекей доп Мадиде. Мади допты алды, ойынға қосты. Дәурен контратакада және де мінекей қазір ғана жарақат алса да ойынды жақсылап бақылауда ұстап жүрген міне защитниктерге қол соғып қоямыз. Жанкүйерлер, міне де Маджок топты ойынға қосып жатыр.
Және де Мади қателік жасауға шақ қалды, бірақ оны демде қорғаушы шығарып жіберді. Және де экстра таймның алғашқы тайм аяқталды, құрметті достар. Ойыншыларға аздаған кідіріс, үзіліс беріледі. Вратарь! Мінеки экстра таймның екінші таймы басталды, құрметті көрермендер. Мінеки 98 командасы топты алды, қарымта шабуыл, бірақ сәл ғана қателіктің кесірінен бұл шабуыл аяқталды. Және де ішке көтерілген доп қиыс кетті. Міне доп Мадиде. Мадиде айтып өтетін болсақ, бүгін өте тамаша матчты өткізіп жатыр. Бұл мектеп құрамасының ойыншысы болған және қателік әңгімеден ауытқымаймыз. Мектеп құрамасының ойыншысы, негізінен мектеп құрамасында ол қақпашы емес. Неліктен финалда өте үздік ойын көрсетіп жатыр, қақпашы болып. Мінеки топ ортада. Бұл жерде Мадидің қаншама ерліктерін айтып өткен жөн секілді. «98» құрамасы допты бастайды. Және де бұл жерде Мұхаммед өзінің айбалаңынан шығарып салғысы келген, бірақ 98 командасы бәрібір алды. Бұл жерде пас 2005 командасы топпен жақсы ойын көрсетуге, қақпа бағанасына тиді. Өте қауіпті, өте қауіпті. Мінеки Асылжан Дәурен допты алды, соққы және де воротадан тым биік. Бұл жерде қатты тәуекелге бармаймын деп шешкен секілді. Әрине финалда кім барады өте қатты тәуекелге, және де Мұхаммедтің соққысы өте қауіпті болды, бірақ кішкене ғана дәлдік жетіспеді. Құрметті достар, Мади допты ойынға қосады, ол Айдосқа берді. Айдос қарсылас алаңына допты көтерген болатын, және де бұл жерде Мади допты қолына алды. Және де Асылжан алдап өтті, не істейді? Доп әріптесіне өтпей қалды, бірақ әлі де доп ода. Ол пасты әріптесіне береді, және де Баука допқа үлгермеді. Айдос допты жіберді. Бұл жерде 2005 командасы қазір өте үлкен тәуекелге баруы мүмкін. Міне Ғалымжан қорғаушы жаңа ойынның екінші таймында жарақат алған болатын. Сол жарақаты сыр беріп жатқан секілді. Ойынды төреші тоқтату керек. Ойыншы алаңның шетіне шықты. Себебі жарақаты өте ауыр секілді. Финалға жарамайды. Финалда ешкім тәуекел еткісі келмейді жарақат алған ойыншымен. Бірақ 2005 командасы мойымайды. Бұл жерде кішкене ғана қателік. Мінеки өте қауіпті, бірақ қақпашы ойынды бақылады және де мүмкіндік бермеді. Ойын алаң шетіне шығып кетті. Топты алаңға қосатын Мұхаммед.
Topты ішке қосты және де әулетте асырылған сәт, бірақ өте сәтсіздік жетіспеген сәт деп айтуға да болады. Өте қиын сәт. Және де 25 командаларының Мұхаммед топты ойынға бақылауда ұстап жатқан еді, бірақ кішкене ғана қателік кетті. Мінекей бүгінгі ойындағы өте маңызды сәттердің бірі, себебі соңғы уақыт